Бостандық! Террорист емес! Террорист емес! Арзама? Қалай болды енді? Тамағын алды ма? Тамағын алды ма папасы? Сразу білді ғой. Сіздер де Жоқ, папасы алып келді, папасы алып келді. Папасы қайда кетті? Ана балаларды детсадтан алу керек болды да, немерелерін. Соған уақыт күтті. Бүгін сағат 12:30-да кірдім. Кіргеннен кейін жеке тілдесу сұрадым. Жеке тілдесу барысында сол бірлерде бізді қалдырып кетті. Тергеушілер бірден 3-ке дейін жеке тілдесу жүргіздік. Сосын жеке тілдесу жүргіздік. Одан кейін арыз шағымдар жазды көптеген. Сосын арыз шағымдар жазды. Одан кейін қысымдар, одан кейін қайтадан қысымдар басталды. Кешегі соктың жетекшісі деген Жабаев Уалихан және де Дәуренге екеуіне қатысты кешегі күнмен мен шағым түсірген болатынмын. Отвод, яғни қарсылық білдіру туралы. Бүгін оны кім қорғауымдағы Қалас Нұрпейісов қолдады. Ол кісі де бүгін қол қойып берді. Сонымен біз тергеу әрекетіне Жабаев пен Дәурен Жетімеков екеуі жүргізбек болғандықтан біз қарсылығымызды айттық. Қарсымыз басқа тергеушіге беріңдер дедік. Сонымен басқа тергеушіні шақырды. Карибаев Марлен атты тергеуші. Сонымен бізді саралаумен таныстыра бастады. Саралау туралы жаңа қаулымен. Сол кезде жаңағы жетекшінің орынбасарымын деп таныстырған Жабаев Уалихан келіп есіктің алдында тұрып бізді видеоға түсіре бастады. Есіктің аузына табалдырыққа тұрып алды, кетпеді, кетте едік. Сонымен біз айттық, мына кісі кетпейінше біз таныспаймыз дедік қаулымен. Сонымен ол кісі кіріп отырып алды. Отырып өзі телефонын қосып, өзі сөйлей бастады. Бізге жаңағы өзі тергеу әрекетін бұза бастады. Сосын бізде отырдық. Бұл кісіге біз кешегі күнмен мен жіберген болатын Мегов порталымен. Ал бүгін Қалас Нұрпейісов те түсіріп отыр қарсылығын. Сондықтан да біз бұл кісі отырған жерде бізде отырмаймыз дедік. Сол кезде тергеуші Жабаев кетпеді. Содан Қалас Нұрпейісов айқайлап жаңағы жерде. Жаңағы енді ана кісі отырып алып психологически, моральный қысымда ары қарай жасай берді. Сонымен Қалас Нұрпейісов ашуланып кетіп, Қалас сонымен сол жерде айқайлады. Сөйтіп мен тергеу әрекетіне қатыспаймын, болды кетем деп дереу киініп алды да, киініп жаңағы шығып кеттік барлығымыз. Сөйтіп едік, біздің артымыздан келіп Қалас жүрші 1 минутқа сөйлесейік деп жаңағы Жабаев. Сосын Қалас бармайым деп, сонымен ақыр екеуі бірге бөлек кетті. Бірақ мен тыңдап тұрдым сөздерін барлығын, есіктің сырт жағында болсам да, бірақ бір кезде бір қағазға қол қойдырмақ болған кезде мен кірдім ішке. Сөйттім де қол қоймаңыз дедім. Сөйтсем ол кісілер жаңағы таныспаймыз деп, жаңағы саралаумен таныспаймыз деп, соған қол қойдыртайын деп жатыр екен. Танысудан бас тартам дегізіп. Сөйтіп қол қоймаңыз деп қол қойдыртпадым. Сөйтсем сол кезде жаңағы Жабаевтың кіргізгені айтып жатыр екен, мен сені үйғамаққа шығартамын, сөйлесіп жатырмын, сөйлесем қазір бастықпен, ал сен мынау қаулымен қазір адвокаттың екеуің танысып беріңдер деп жатыр екен. Сосын мен айттым, біз танысамыз, онда сіздер қазір Қаластан не алыңыздар, өтініш хат деп едік. Сөйтсек, Қаластың 21 күні мен арқылы беріп жүрген өтініш хаттары, үйғамақты сұрап жазған өтініш хаттары бізге түсті деп соны көрсетті. Сосын кейін сол өтініш хаттардың барлығын көрсетті, өзінің қолмен жазғандарын. Сосын мен айттым, 21 күнгіге уже бізге 24-мен кеше маған уже отказ беріп қойған. Мен 20 күні түсіргенмін, Қалас 21 күн түсірген. Мен айттым, 24 күні маған уже жаңағы үйғамақпен шығаруға бас тарту туралы қаулыны беріп қойды. Бұлар сізге қазір алдап жатыр дедім да. Сөйтіп едім, онда жоқ, біз қазір сұрайын бастықтан анау-мынау деп жаңа Жабаев Өтеуовтен сұрайым деп отырды. Сонымен біз онда бұл кісіден өтініш хат алыңыз дедім, үйғамаққа шығару туралы. Сонымен сол жерде біз өтініш хат жаздық. Өтініш хатты өткіздік, тіркеп алды тергеуші. Тергеушіні ауыстырдық. Сосын саралаумен таныстық. Қазақ тіліндегі, мемлекеттік тілдегі нұсқасымен бірінші. Содан кейін енді бізге орыс тіліндегі, ресми тілдегі нұсқасын бере бастады постановлениен. Жаңа қаулыны.
Енді маған таза, яғни 25 күні, жұма күні кімді алып келген кезде, қаласты алып келген кезде, ол кісіні адвокаттарынсыз, яғни Айдархановтың қатысуынсыз, менің қатысуымсыз, ол кісі жауап жаңағы саралаумен таныстырмақ болған бұл кісіден. Және де қаласты сол кезде орыс тілінде постановлениялардың бәріне қол қойдыртып алған и артына шағымын жазып берген қалас. Мен қаулымен келіспеймін, және де и бүгін мен жаңағыны оқып жатып, сосын мен айттым, осы орыс тіліндегі нұсқасы бар еді ғой қол қойған, сол қайда деп, соны алып келіңіздер, біз соған қол қоямыз дедік. Қалас онымен танысты. Мен де сол орыс тіліндегі сол нұсқасымен танысам. Ол жерде қалас 25 деп көрсетіп тұр, мен бүгін 29-мен қол қоямын, таныстым деп. Сосын кейін біз соған ғана танысамыз, ал бір новый жаңағы бізге орыс тіліндегі нұсқасын бермеңдер дедік. Бізге енді бүгін қайтадан қол қойғызып алмақшы болды бүгінгі күнмен. Қаластан да менен де біз оған қарсылық таныттық. Ақыры жаңағы ескі орыс тіліндегі нұсқасын алдырдық. Қарасам, ашып, соңғы жағында шағым жазған жерінде қалас жазыпты. Отказываюсь от дачи показаний деп. Сөйтсек 25 күні Айдарханов адвокаты және де менің қатысуымсыз саралаумен таныстырғандарымен қоймай жауап алмақ болыпты. Біздің адвокаттардың қатысуынсыз Қалас Нұрпейісовтен жауап алмақ болған, жауап бермеймін деп кім артына жазып беріпті. Сонымен мен бүгінгі күнмен менде сол қаулымен таныстым дедімді, сонымен бізде шағым келтіреміз деп соны алдық. Және де жаңа саралаумен таныстық, омен де жаңағы ана орыс тіліндегі мәтінге анағын қоймаймыз, наған қоямыз деп, омен тағы да 1 сағат алыстық. Одан жаңағы кімді Жабаевты сыртқа шығарып жіберіп, тек Карибаев деген тергеушімен тергеу әрекетін жүргізіп, онымен 1 сағат алыстық. Содан жаңа бізден қосымша жауап аламын деді тағы да. Сонымен бізден қосымша жауап алды, яғни осы саралауға байланысты. Сөйтіп саралаумен келіспейтіндігіміз туралы, және де моральдық психологиялық қысымдардың әлі күнге дейін жүргізіліп жатқаны туралы, және де осы 25-нен 28 күнгі және бүгінгі таныстырғанында қандай заң бұзушылықтар болған барлығын жауап алуында айтып көрсетті. Сосын жаңа тергеу әрекеттері бітіп, біздің қолымызға енді қылмыстық істің аяқталды, және де енді іспен келесі аптадан бастап танысасыз деп хабарлама берді. Ол хабарламаны да бізге 25-мен бермек болды. 25 деп көрсетілген хабарламаға бүгінгі күнмен қол қойып алыңыз деді. Мен оған да қарсылық білдірдім. Және де сонымен онымен тағы жаңа жарты сағаттай дауластық, сонымен 29-мен бізге жаңа хабарламаны берді. Енді келесі аптадан бастап іс құжаттарымен танысасыздар дейді. Бірақ біз бүгінгі танысқан саралау туралы қаулымызбен толығымен келіспейміз. Сол баптарды қайтадан сол күйде қалдырыпты. Біз бұл баптардың ешқайсысымен келіспейміз. Енді қаулы сұмдық оқысақ, мен және сіздер де мені барлығымыз білеміз Қалас Нұрпейісовтың қылмыскер емес екеніне. Сондықтан да ары қарай күресімізді жалғастырамыз. Үй қамақ туралы айттыңыз. Үй қамаққа жіберу туралы үміт бар ма? Қазіргі жұмыс барысында көрдіңіз ғой? Үй қамаққа үміт бар деп білем. Алайда қазіргі таңда кім жаңағы тергеуші Жабаев, ол жай кімді қаласты алдап қойып жіберген сияқты жаңа. Қазір бастықпен сөйлесем, қазір келеді, қазір сөйлесем деп жаңа жай сөйлеп сөйтіп алдап отыр. Жалпы, бірақ біз өзіміздің тарапымыздан өтініш хатты жаңа қолма-қол оларға тапсырып кеттік. Енді олар 3 жұмыс күннің ішінде бізге жауабын қайтару керек. Сол денсаулығы туралы кеше көмек көрсеткен ба, жоқ па сотылар туралы? Кеше ешқандай көмек көрсетпепті. Кеше бұл жерде кірген жедел жәрдем қызметкерлері 36-да 8 деп айтыпты. Сигнальный листі мен ертең Си-18 мекемесіне барған кезде алатын болдым. Бүгін құжаттарының ішінде болмады. Ертең дайындап қоямын деді. Негізі деді 36-да 6 болған жоқ, 36-да 8 болды деді. Температурам болды деді. Басым ауырды деді. Түні мен барғаннан кейін температура сеттім деді. Жанымдағы жаңағы балалар маған көмектесті деді. Сосын қолын бүгін толығымен таңып беріпті. Кеше одан кейін перевязка онда ештеңе жасамаған, тек бүгін ғана таңертең жасапты. Қолым әлі сол күйде, ісігі барлығы сол күйде ауырып тұр деді. Рахмет сізге. Қазақ елі. Қазір өздеріңіз көрдіңіздер. Адвокат шықты, Қалас Нұрпейісовті алып кетті. Ендігі
тергеудің барысын осы адвокаттан күтетін боламыз хабарын. Барлықтарыңызға рахмет. Осы эфирді